Бірінші бізде приложение ол CapCut. Біз CapCut'тан түрлі видеоларды жасап монтаждай аламыз, және де фильтр қойып қысқартып, әртүрлі нәрсені жасай аламыз. Және де бізде екінші приложение ол PicsArt. PicsArt'ты бізде көптеген адамдар қолданады, және де біз PicsArt'та керемет әдемі стикерларды қоя аламыз. Ол стикерді біз обложкаға пайдалана аламыз. Және де бізде үшінші приложение ол InShot. InShot'тан біз тағы да монтаждай аламыз, тек онда бізде YouTube'ға сәйкес келетін размерлер бар. Және де тек қана YouTube'тік емес, тағы да басқа приложениялардың размерлері бар. Үшінші приложение ол бізде FotoCollage. FotoCollage'дан біз дейтін обложкаларды жасай аламыз. Біз бір емес, одан да 5 немесе 10 фотоларды қойып, YouTube'ымызға обложкаларды қоя аламыз. Және де бізде бесінші приложение ол Canva. Canva'дан біз тағы да обложка жасай аламыз. Біз оған түрлі стикерларды қойып, оформление жасап, әдемі YouTube'ымызға обложка жасай аламыз.